мектебімізде қазақ тілі апталығы аясында тіл тәуелсіздік тұғырым атты сұрақ-жауап ойынын ұйымдастырмақшымыз. Саламатсыз ба апай? Міне бүгін бізде сұрақ-жауап ойыны. Осы ойынға сіз қатысасыз деген ниеттеміз. Ал қыздар, осының ішінен біреуін таңдаңыз. Біреуін таңдаңыз. Ұлы Отан соғысы қай жылы басталды? Ұлы Отан соғысы 1941 жылы басталды. Сұрақ-жауап ойынына қатысармыз, қыздар. Ішінен бір сұрақ таңдаңыз, абай. Қазақ әдебиетінің ерекше әріп-қарпы болды. Алфавиттің шәріпі. 42 әріп бар. Дұрыс, абай, рахмет сізге, өте жақсы. Сұрақ-жауап ойынына қатысармыз, қыздар. Ішінен бір сұрақ таңдаңыз, абай. Оған жауап бересіз. Құрманғазы Сағырбаев кім? Құрманғазы бізде күйші, және де Дина Нұрпейісованың ұстазы. Саламатсыз апай, кірсек бола. Сіздер ма балалар, қазақ қалай? Бізге бір сұраққа жауап берсеңіз, қыздар. Ішінен бір сұрақ таңдайсыз. Қазақстан Республикасының рәміздерін атаңыз дейді. Рәміздеріміз ту, елтаңба, әнұран болады. Өте жақсы апай, рахмет сізге үлкен. Ең алғаш қазақ балалары үшін салып, өз ұстаз болған кім? Ыбырай оқысай? Ой, апай, өте керемет, рахмет сізге. Сізге сұрақ-жауап ойынына қатысасыз, қыздар. Таңдадық. Сұрақ. Қанағаттандырылмаған таңдықтарыңыздан сөзінде неше буы бар? Қанағаттандырылмағандықтарыңыздан 10 шық. Ой, рахмет, ағаке. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі қай қалада орналасқан? Түркістан. Біреуін таңдаңыз, апай. Ұлттық валюта қалай аталады? Теңге. Кіруге рұқсат бар? Біліңіздер, қыздар. Сіздер қазақ тілі апталығы жаңа соған байланысты сұрақ-жауап айданында. Қыздар. Сол сұраққа жауап берсеңіз, апай. Осылай ма? Аха. Кез келген Кез келген аласыз. Керістава солай? Бірақ шешіп алыңыз. Дина Нұрпейісова кім? Дина Нұрпейісова қазақтың атақты күйші қызы. Дина Нұрпейісова апамыздың бейнесі мектебіміздің жаңадан қалыптасқан қабырғасында тұр. Өте жақсы апай, керемет, рахмет сізге. Саламатсыздар ма балалар? Орныңызға тұрайық. Шеңдердің ішіне кіреміз. Бір-бірден біреуін таңда. Бір сұрақты таңдай ғой. Абай Құнанбаев кім? Ақын, жазушы. Таңдай ғой. Наурыз мерекесінде қандай тағам әзірлейді? Наурыз беге, бауырсақ, сосын қой. Өте жақсы, рахмет қыздар көптен. Олимпиада Николаевна, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қазақ тілі апталығы соған байланысты сұрақ-жауап айдарын ұйымдастырып жатыр. Сұрағыңызға жауап берсеңіз, атайын. Ой, рахмет. Жарайды. Так, Абай Кунанбаев. Слова назидания. Количество. Сколько слов назидания? Ну, ребята, слова назидания мы в школе в свое время учили. 45 слов. Вот у меня выставка для Абая. Посмотрите, девочки, мальчики. Вот у меня две полочки. Вот здесь вот я основные его произведения положила. Вот слова назидания на русском языке. Вы знаете, очень часто я беру в руки эту книгу. Тут глубокие такие познания поэтам изложены. Философское произведение. Очень многому учит.
И поэтому, пожалуйста, сами обращайтесь почаще, мы найдем ответы на многие жизненные вопросы в этом произведении. Спасибо. Керемет апай, үлкен рахмет сізге. Сізге апай. Ой, рахмет. Саламатсыздар, қалыңыз апай, бізде қазақ тілі ақталды, соған байланысты сұрақтар байқап ұйымдастырып қатыссаңыз, сұрағыңызға жауап беріп. Абай жолы романының авторы кім? Абай жолы романының авторы көрнекті жазушы Мұхтар Әуезов. Саламатсыздар ма? Қалдарың қалай болмақ? Сұрақ жауап айтатын ұйымдастырып. Өте жақсы, рахмет. Келесі келе ғой. Елтаңбаның авторы кім? Шотаман Уәлиханов. Өте жақсы, рахмет сіздерге балалар. Наурыз мерекесі қай күні тойланады дейді. Наурыз мерекесі бұл қазақтардың үлкен мейрамы. Бұл 22-ші наурыз күні тойланады. Негізі 21-22 күн ауады. Сол күні күнмен түн теңеледі. Оң болсын, ақ жол болсын, қайда барса жол болсын деген ізгі тілектер аталып айтылады. Сұрағыңызға жауап берсеңіздер. Біреуін таңдайсыз. Әбілхан Қасиев деген кім? Әбілхан Қасиев деген қазақ халқымыздың ұлы сүйреншісі. Қатыссаңыз, қыздар. Жарайды. Қазақ тілінің неше төл дыбысы бар? Қазақ тілінің 9 дыбысы бар. Саламатсыздар. Бізде қазақ тілі апталығы соған байланысты сұрақ жауап айдарын ұйымдастырып жатырмыз. Сізге сұраққа жауап берсең, біреуін таңдай ғой. Абайдың неше қара сөзі бар? Абайдың 45 қара сөзі бар. Аха, шешіп алсын. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін қашан алды? Әрине 1991 жылы 16 желтоқсан. Біреуін таңдайсыз апай. Мұғалім сөзінің синонимі. Мұғалім сөзінің синонимі ұстаз. Сұрақ жауабын ұйымдастырып, соған қатыссаңыз апай. Bir сұрақ таңдаңыз ішінен. Абай Құнанбаев қай жерде? Қыздар, бір сұрақ таңдайсыз апай. Абай ма? Аха. Қазақстан Республикасында Қазақ тілі? Өте жақсы апай, рахмет. Күшті конфеттер болды ма жерде? Аха. Алайын ба? Ал енді. Қазақ тілі қай жылы мемлекеттік мәртебесін алды дейді? 1995 жылы алды. Өте керемет апай, рахмет сізге. Жақсы. Бізде қазақ тілі апталығы еді, соған байланысты мен сұрақ жауап айдарын ұйымдастырып едім. Соған жауап берсеңіз. Қазақстан Республикасының кім балалар айтыңдар? Айтыңдар, Қасым-Жомарт Тоқаев. Иә, дұрыс апай, өте жақсы. Рахмет сізге үлкен. Аха. Саламатсыздар ма балалар, қалдарың қалай? Бізде қазақ тілі апталығы болып жатыр, соған байланысты сұрақ жауап айдарын ұйымдастырып едік. Шеңберімізге кіріп сұрағымызға жауап берсіңдер балалар. Екеуі қалды. Біреуін таңдай ма? Қайсысын таңдайсың? Қазақ тілінде қанша жалғау бар? Тәуелдік, септік, жіптік. Өте жақсы, жарайсың, рахмет. Ал, сен біздің бүгін
бүгінгі сұрақ жауап айларымызды аяқтап жатсың. Саған соңғы сұрағымызды ала қой. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні қай күні тойланады? 1991 жылы 16 желтоқсан. Өте жақсы, керемет, рахмет үлкен саған.